Пайғамбарымыздың пайғамбарлық ғұмырының 23 жылының 13 жылы Мекке қаласында, 10 жылы Мәдина қаласында жалғасады. Пайғамбарымыз өзінің туған жерінен, туған елінен қыспақ көріп, оны біреуі сиқыршы деп, біреуі ақын деп, біреуі басқа деп әртүрлі жала жауып, әртүрлі жаланы басына үйіп төгіп жатса да, қайраған сайын қылпып, жаныған сайын жетілетін қасалмастай, пайғамбарымыз өзінің тек қасиетінен, тура жолынан айнымай, ұлы мақсат мұратынан жаңылмай, пайғамбарлық жолын, пайғамбарлық міндетін еш мүлтіксіз жалғастыра береді. Меккенің халқы Мәдинаға біртіндеп мұсылмандар көшіп жатқан кезде, Хазіреті Әбу Бәкір радиаллаху анху мен пайғамбарымыз да көшетін уақытты күтеді. Күндердің күнде Алладан әмір келіп, пайғамбарымыз сахабасын ертіп Мәдинаға жолға шығады. Мәдина халқы пайғамбарымызды ерекше ықыласпен, аса бір ынтызарлықпен, сағынышпен күтеді. Мәдинаның сыртқы жағына бақылаушылар қойып, пайғамбарымызды күтіп алуға дайындалады. Бір күні келе жатыр деген дауыс естіледі. Дауысты естігендер шөлге көз жүгірте бастайды. Барлығы ыстық шөлде, күннің аптап ыстығына қарамастан, айбынды түрде өздеріне қарай келе жатқан адамдарды көреді. Қуанып бір-біріне сүйінші, Расулуллах келе жатыр, пайғамбарымыз келе жатыр, қуаныңдар, ей мәдиналықтар, тойлаңдар, Хабибуллах келе жатыр, бас тәжіміз келе жатыр деп айқайлай бастайды. Бұл хабар бір сәтте Мәдинаның көшелерін жаңғыртып, жасы бар, кәрісі бар осындай қуанышты асыға күтіп жүрген еді. Мәдиналықтардың барлығы ең әдемі киімдерін киіп, әлемдердің сұлтанын күтіп алуға шықты. Тәкбір дауыстары аспанды жаңғыртып, қуаныштан адамдардың көздерінен жас парлаған еді. Мәдина өз тарихындағы ең әсем күнді басынан кешірді. Мәдиналықтар пайғамбарымыздың нұрлы дидарын тезірек көруге асықты. Мәдина болғалы мұндай қуанышты, мұндай қасиетті сәтті басынан кешірмеген еді. Бұл бұрын соңды болмаған мереке болатын. Барлығы қош келдіңіз, я Расулулла, біздің үйге жүріңіз, я Расулуллах деген сөздер даланы жаңғыртты. Дәл осы кезде Мәдина халқы пайғамбарымызды өлеңдетіп қарсы алған деседі. Болған соң бойындағы сабыр басым, пейілі мұсылманның тарылмасын. Пайғамбар Мәдинаға келген кезде, қуанған ансарлықтар жанында шын. Сол кезде ансарлықтар ән салыпты, сол үн тағы мәулітте мамырласын. Кешегі ансар салған ғажап әнді бүгін аңсар жора қылып орындасын. Қабыл алыңыздар. As-salatu was-salamu alayk. As-salatu was-salamu alayk. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ودغطي أصولار
ай көрінді біздерге, мұңаймашы жасыған жан, нұр болады ол көздерге. Ayyuhal mab'usu fina, jita bil amril muta', jita sharafta al-Madina, marhaban ya khairada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta shamsun, anta badrun, anta nurun ala nur, anta misbahu suraya, ya habibi ya rasul. Жіберілдің арамызға, ұлықтауғай Аллахта, қош келіпсің арамызға, Расул Аллах ардақтым. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Барекелді, үлкен рахмет, аңсар Жорақұловтай әнші, күміскөмей, жезтаңдай өнерпаз. Пайғамбарымыздың дүниеге келген күніне орай бүгін мінекей бүгін іс-шара осы деңгейде өтіп жатыр. Адамдар бұл жалған дүниенің өзіне екі рет келеді. Бұл дүниеге келсе, адам дінмен қауышқанда, Раббысымен қауышқанда, исламға келгенде, тағы да бір өмірге келгендей, Алла тағала ол адамның шынайы тәубесін қабыл етіп, анасынан жаңа туғандай пәк күйіне келтіреді екен. Өзіміздің өмірге келген күнімізді ерекше қадірлеп, құрметтеп, тойлап өткізіп жатамыз. Бірақ өмірге кейде не үшін келгенімізді білмейміз. Пайғамбарымыздың өмірге келген күнін, оның өнегелі өмірін білу, оны елге жеткізу тек имам, молдалардың ғана емес, әрбір мұсылманның міндеті. Бүгін Меркі елінен, Меркіден келіп, жердің көрігінен келіп, арнайы іс-шараға, осы мерекеге өздерінің өлең шумақтарынан шашу шашатын Жартыбай Асылай, Жартыбай қымбат деген қарындастарымыз, уақыттың қадірі, рахымы шексіз Алла деген әдемі өлеңдерін оқып берсін. Қабыл алыңыздар. Бүгініме аттандырып, ертеңіме өткіздік. Өлім келсе, көремін қандай екенін өткірдік. Өлмей тұрып, Алла, рахмет жеткіздік. Мына адамдардың мақта, боламын ба, болмаспын ба білмеймін. Менімен тағдырлас жандарға ашулы емеспін, күлмеймін. Мүмкін мен өмірімнен өкінермін. Бірақ Алла сенен ешқашан өкінбеймін. Құлшылық қып, өзіңнен сұрайтыным, сілтеп жолды көрсеткейсің, оң жаққа жолды таңда. Өтіп барады әлі де шексіз сандар, білмес оны тек қана хайуанаңдар. Аң қылып жаратпады, оғанда шүкір.
тәубе етіп айтылсын саған сан шүкір. Жаратушым, саған айтар рахметім шексіз менің. Өмірі бір тоңды теріп. Өлім әлі келмейді деген бар ғой сенім. Қазір өліп қалсам егер, қорықпай көнем. Осыны әркім ұғу үшін бәрін берем. Қайтпайым, жалғастырам, осыған не терең. Бейбітшілік беріп бізді қуантқан, жыласа құлын мейлінше жұбатқан. Мейірім есі бар мекен асып түсетін Алладан. Я Аллах, өзіңе мен шексіз рахмет жолдаймын. Қабыл ете көр, тілектер қоса санарман. Бұл өлеңім оқырман, сағандағы ұнарман. Ислам дінін ұстанады, адам тұрмақ шындарда. Аллах, өзіңе мен шексіз рахмет жолдаймын. Жетер деме оқырман, қайтпаймын мен қоймаймын. Сағандағы ойымды дұрыс жеткізбесем, қоймаймын мен, тоймаймын. Уақыттың қадірі. Әдемі сағат таңдайсың, көресің, ұстап әр қайсысын. 10 сағат сатып алсан да, уақытты сатып алмайсың. Ойлама, бәрін білем деп, шалқып тадасып жүрем деп. Уақытын алтын қазынан жұмсауын керек, үнем деп. Айбының асып тұрса да, байлығын тасып тұрса да, уақытын ақшан қолдағы, ақшанды босқа жұмсама. Жас болып мәңгі жүрмейсің, мәңгілік өмір сүрмейсің. Үнемдеп жұмса уақытты, бітеді ол қашан білмейсің. Қазаққа қарап таң қалам, Құдайын ойға алмаған, уақытын босқа өлтіріп, өздерін өзі алдаған. Ішетін, жейтін жатып ап, байқашы жұртты бақылап. Уақытша ғана нәрсеге уақытын жұмсар ақымақ. Дүбірін естіп алыстан, заманмен мынау жарысқан. Уақытын дұрыс жұмсайтын адамдар нағыз данышпан. Өмірін ойлап талайдың, тарихын зерттеп қараймын. Бір күні босқа өтпепті, Яссауи, Шоқан, Абайдың. Өмірдің мәнін ұғып ал, білім ал, бәрін біліп ал. Қадірін ұққан уақыттың, Қазақтан шыққан ұлылар. Неге біз осы? Неге біз нәпсіге ғана ереміз? 5 уақыт намаз оқымай, 5 сағат кино көреміз. Өтірік сөзбен, өсекпен жастардың күн ай бос өткен. Агентке кірер көзісіп, ояна салып төсектен. Не деген қызық жандармыз, ертеңге сеніп алғанбыз. Бәрі алда тұрған секілді, күтеміз бәрін алдан біз.
Шыдап, күт, мейлі. Бітпейтін нәрсе, бітпейді. Ертеңгі күнді күтеміз, ал уақыт бізді күтпейді. Басамыз сосын әттенге, үлгермей соңғы сәттерге. Бос өткен уақыт күнә боп жазылар амал дәптерге. Ажалың жетсе, өлерсің. Қиямет күні көрерсің. Уақытты босқа өлтірсен, сол үшін жауап берерсің. Өткізбе бекер күн айды, ұмытып кетпе Құдайды. Қарызға берген уақытты сұрайды ертең, сұрайды. Берілме бекер құр ойға, езілме босқа мұнайма. Ойланшы, не істеп отырсың, не дейсің ертең Құдайға. Аспанда тұрған күн сағат, бәрінде қарап тұр санап. Кірерсің мүмкін жұмаққа, сауапқа батсан бір сағат. Жақсылық жаса, қайыр қыл, ажалын жетсе дайын жүр. Уақытым бітпей тұрғанда, иманың үшін уайым қыл. Уақытым бітсе, не терсін, жұлдыздай ағып өтерсін. Қара жердегі қуысқа кіресін дағы кетесін. Уақыт, қатал уақыт, тасты да тастар уатып. Бос өткен менің уақытым, жанымды жатыр жылатып. Қазағым менің, тұршы аман, қылармын қызмет бір саған. Айтам деп уақыт туралы, уақытым кетті-ау қаншама. Тыңдашы, тыңда, шаршама, бір сөзім есте қалса да. Уақытым, менің бақытым, еліме арнап жұмсаған. Мейірімі түсіп Құдайдың, болсыншы ұзақ жыл, ай, күн. Уақытты алсам бекерге, халқымнан кешірім сұрайым. Раббың өзіне ғана ғибадат етулеріңді, әке-шешеге жақсылық қылуларыңды әмір етті. Ал егер ол екеуінің бірі немесе екеуі де жандарыңда кәрілікке жетсе, түх деме. Сондай-ақ ол екеуіне жекіме, ол екеуіне сыпайы сөз сөйле. Ол екеуіне кішірейіп, мәрхамат құшағын жайда. Раббым, ол екеуі мені кішкентайда тәрбиелегендей, сен де оларды мәрхаматыңа бөлей көр, де. Мекке менен Мәдина жолдың ұшы, ал сапар дейді ғой барған кісі. Атаң менен анаңды құрметтесең, Мекке болып табылар үйдің іші. Қашандай өмір қымбат, адамдық сенім қымбат. Байлығыңда дүние бәрінен де көңіл қымбат, көңіл қымбат.
анасы. Қайда кеткен ей? Ей, кемпір! Ей, кемпір! Ой, не болды? Не болды? Келе жатырмыз ғой. Анасы десем келмейсің. Кемпір десем не болды, не болды? Ой, қойшы, атымды атай берші. Бірде отағасы осылай кемпір, кемпір деп айқайлап жатқан ғой. Иә. Сөйтсе үйіне келген қонақ айтады дейді. Отағасы сіз әйеліңізді қатты құрметтейді екенсіз. Келгелі атын бір атамадыңыз десе, жаңа кісі саспастан, әй атын ұмытып қалдым депті ғой. Ой, сонда сен де менің атымды ұмытып қалдым десеңші. Әй, жоқ. Әй, неге ұмытам? Бізді Құдай қосқан ғой. Иә, сен бізге қорған болдың. Иә. Ана бала болмаса, қалғанына шүкір. Ей, ол да бір орнығар. Қамықпа, шалау, қамықпа. Қайдам? Сөзінде қонақ жоқ, өзінде бір тұрақ жоқса түсінбеймін. Қойш, қары ойымға салынбаш. Қайта қосағымен қосағарсын демейсің бе, шырау? Қосағы дейсің, ә? Иә. Кім? Кім оның қосағы? Әлгі шүйге бас па? Қойш енді, ай ол да бір үйдің еркесі ғой. Ай еркесі, еркелігі басылар. Ерке болса, кім оған ерік берді? Білген істеуге. Қойш, қайдағы жоқты айтып кетесің осы? Тағы басталды ма? Есті аш. Есік ашып кіре бер. Айналайын балам. Кел айналайын шырағым. Амансың ба қарағым-ау? Кел, жоға шық. Аман мынана. Амансыз ба әке? Шүкір әлі өлмеді. Туй, ай осы баланы көрсең болды, кірпідей жиырла қаласың. Ал сен араласпа. О, несі екен ай? Әке, мен бір шаруамен келдім. Я? Шаруамен келдің ба? Иә. Жоқ әлде келіннің шығарған заңдарын айтуға келдің ба? Туй, қойш енді, айт балам. О, несі? Айта ғой, келсең өз үйің ғой, келе бер. Айт, жасқан ба? Айттым. Сол қызбен бас қоса алмайсың дедім. Бағыңды байлама, теңіңді тап. Сүйіп, қазір бәрі сүйіп қосылады. Ақ сүйдің, соңында күйдің. Иә әке, сүйдім, күйдім. Күйгенім соншалықты көкірегім қарсы айырылайын деп тұр қазір. Ай, қойшы балам, не айтып тұрсың? Қайдағы бір жамандықты шақырма, құрсын. Иә, апа. Анашым ол жаманды келіп қойған. Енді барлығы кеш. Қайдан ғана келе қалды демем? Жұбаныш іздеп келдің десе үйге. Ой, айналайын балам, немене тағы да ұрсып қалдыңдар ма? Иә, мен кеттім. Бір жолата кетіп қалдым ол жақтан. Сен қуып жібер ма? Қойшы, бір болмайтын нәрсені айтып кетесің осы. Айт Жоқ. балам. Айт. Жоқ әке, Айт. мен өзім кеттім. Айт. Өзім кеттім. Не мына түрің не айналайын ау? Көзіңде жас тұр ғой. Балам ау, мен сенің анаңмын ғой. Мен сенің жүріп тұрған жүрісіңнен, көз қарасыңнан танимын ғой. Мен сенің мына күйіңді көруге тиіс емеспін, балам. Айтсаңшы, адамды өлтірейін демесең айтсаңшы. Анашым болды. Әйелің қайда? Құдай-ау, балаң қайда? Неге олар келмеген? Ұятым оянғаннан келмеген шығар. Құдай-ай. Иә әке. Жоқ әлде тағы да күйеуін үйге барып анау-мынау алып кел деп жіберді ма? Иә әке, оның ұяты менің арым оянды. Қой, балам. Енді ол келмейді. Мынау сізді де мені де көрмейді. Анашым, мынау сізді де енді бұрынғыда енем деп сәлемін бермейтін болады. Сәлем салмайтын болады. Балам-ау, не айтып тұрсың? Не айтып тұрсың? Құдай-ау, әйелің қайда? Шақырсайшы. Жоқ, келмейді дедім ғой ана. Мен енді түсіндім. Бәрін түсіндім. Маған
Маған ата-ана қымбат. Маған өмір қымбат. Bir gün ұрыс, bir gün тұрмыс, bir gün қайғы, bir gün мұң. Бұндай өмірдің кімге керегі бар? Кімге керегі бар? Не керегі бар? Балалы болайық десем, әлі жаспыз дейді. Міне, өстіп жүріп 30-дан тастық. Арамызда бір-ақ бала бар. Ол да жоқ. Ол да қазір жұбаныш болатын түрі жоқ. Бұндай өмірдің керегі жоқ. Сол баяғы өмір. Күнде ұрыс, керіс, айқай, шу. Бүйтіп өмір сүргенше болды. Мен сіздердің қастарыңызда болам. Ешқайда да кетпеймін. Байқа, артыңнан келіп алып кетіп жүрмесін. Жоқ. Әке, енді ол келмейді. Іздемейтін де шығар. Я. Ой, балам, оның не сенің, а? Қара ойымға салынып, сары ойымға салына бермеш. Құдай-ау, ай, ол да бір үйдің қызы ғой. Оның да біз сияқты ата-анасы бар емес пе? Соны ойладың ба? Оның жайы не болмақ, балам-ау? Ай, анашым. Ол сіздер туралы ойлады ма? Сіздер туралы, мен туралы ойлады ма? Бірден айтсаң болды. Көргім келмейді, естігім келмейді дейді. Мұндай сөзді мен жалығып біттім. Бүйтіп өмір сүргенше, мен сіздерге қара суды қайнатып бергенім мың жақсы. Мұндай өмірдің керегі жоқ. Ömür degen kimge bakıt kimge kaygı keyde güldür köngüldegen keyde oyandım on kamaydım. Сен рас айтып тұрсың ба? Иә, әке, мен бәрін де рас айтып жатырмын. Сен өзгеріпсің, ұлым. Дұрыс айтасыз. Мені өзгерткен өзіңіз, әке. Сонда мені жазғырып тұрмысың? Жоқ, әке. Мен қайта сізбен мақтанып тұрмын. Сіз маған қатулы болдыңыз. Қатал болдыңыз. Сол қаталдығыңыздан мен өмірді тануды үйрендім. Өмірді сүюді үйрендім. Адамды тануды да үйрендім, әке. Мен саған ажырас деген жоқ қой. Сонда сол үшін әйелінен кеттің бе? Жоқ, әке, ол үшін емес. Келіңіз, төрлетіңіз. Төрлей алмайтын шығарым. Келіңіз құда, отырыңыз. Отыр алмайтын да шығарым. Әйелім айтты. Бар деді. Барып, айтып, қайт деді. Келем, айтам, қайтам. Әйелім айтты. Біз жастарды қосқан жоқпыз. Бір-бірін тапты. Бір-бірімен қосылды. Осы жасқа қартайып туса да, араларында бір бала бар. Айналайын. Құда, осыншама келіп жүріп, мұнша әбігерге Сөзін бөлме. Тыныштық ба деген. Айтыңыз құда, айтыңыз. Иә, әйелім айтты. Бар деді, қайт деді. Келдім, айтам, қайтам. Тоға тері. Енді көкейдегіңізді айтыңыз құда. Балаларды ажыратамыз. Бұдан артық болмайды. Келісіп, бір мәмілеге келейік. Бұған ешқандай да қысылудың қажеті жоқ. Мен бәрін де айтып қойғам. Айта беріңіз. Тоқа тері бұлай, құда. Жалғыз баланы екі жаққа жаутаңдатпай, анасының қасында қалдырып, фамилиясын, менің атыма аударып беріңіз.
жалғыз ұлымызды бізден айырмақсыз ба? Сіз не деп тұрсыз? Анашым, Сен де неге қарап? сабыр сақтаңыз, тұра тұрыңыз. Құдағи, бізге де оңай емес. Қызы қайтып келіпті деген сөздесу бізге де ауыр тиіп тұр. Әйелім айтты, Құдайдың жазғаны деді. Құдайдың жазғаны ма? Жоқ әлде келіннің шығарған заңдары ма? Әке, тоқтай тұрыңыз. Сіз не айтып тұрсыз? Келісіп едік қой біз. Бала ортақ, өзіміз екі жаққа кетеміз деп едік қой. Көп дірілдей бермеші. Қолыңды қойып бер болды, әңгіме қысқа. Сізге керегі қол ма? Қолыңды қой. Жоқ, тоқта балам. Қой. Ойма. Жоқ, қойма. Құдай-ай, не істеп қойдың? Құдағи, бұл үйде еш дұрыссыз ғана сияқтысыз. Есі бар болғаннан кейін сізге айтам. Әйелім айтты. Ана балаңыздың артынан алып берген 5 жастық 3 көрпеңізді алып кетіңіз. Әңгіме осымен тамам. Тоқта, тоқта. Құдай-ау, сен де Осындай бала кетіп атыр. Қайдағы бір 5 жастық 3 көрпені айтып тұр. Әйелім айтты дейді. Әйелім айтты дейді. Түсінікті. Мен оған арнап шелпек пісірдім. Енді ол келмейтін болса, кім жейді? Айтыңдаршы, кім жейді? Жалғыздың ұлы, жалғыз ет. Енді ол да жоқ. Орнын басар кім бар? Жылағанды жұбататын кім бар? Не жастықпыз? Қай бейімізден қапты? Не қылғандарым? Тағдырыңды өз қолыммен қор қылдым ау. Ұлым, адам ұрпағымен мың жасайды деген. Баланы қайтар. Бар баланы қайтар. Батамды берді. Елу жыл отандасқан бір атамыз бен апамыз өмірлерінде бір-біріне бірде-бір рет ұрыспапты дегенді естіп, журналистер атамыз бен апамызға келіп, былай деп сұрақ қойып бастапты. Осы уақытқа дейін екеуіңіздің бірде-бір рет ұрыспауларыңыздың себебі бар ма десе, атам айтыпты, айналайын балам, сен отырып тыңдай бер, мен айта берейін. Ол былай болған. Біз мына апаң екеуміз үйленіп жатқан кезде жақсылап тұрып келісіп алғанбыз. Кім ұрысты бастаса, сол далаға шығып кетеді деп. Содан бері далада жүрім ғой шырағым депті ғой. Әрбір жанұяға Алла тағала бақ береке жақсылығын нәсіп етсін. Жаңа Атхан бауырымыз қазақ тілінде домбырамен мәуліт айтты деп бір марқайдық. Енді арнайы ұстаздар, ғалым ағаларымыз Ораз Баймаханов, Асадуллаев, Махмуджандай қос бірдей ұстазды және медресе талабаларын, шәкірттерді ортаға шақырайық. Тағы да бір құлақ құршын қандыратын мәулітке кезек берейік.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم Hamdu şükür Tengirge bağındık bizdir emrine salavat selim Habibine Muhammedi Mustafa Ta'a Resul ehline yergin dost bob canına Kosılgan ashab sanına Muhammedi Mustafa Sol jolga yergen tügelcan salavat salim oğantan Peygamberga arnalgan Muhammedi Mustafa Rasulimiz Muhammed hamdu amin ham Ahmet koyulgan oğan türlü at Muhammedi Mustafa Maqtasan maqtam til jetpes, yazılıp qağaz söz bitpes, mehri oydan eş ketpes, Muhammedi Mustafa. Keyminezin sınasam, oyma alıp qarasam, uşan teniz orasan, Muhammedi Mustafa. Eresen özü jomartta, tengdesi жоқ şımmartta, maqtasan siyadı ol zatqa, Muhammedi Mustafa. Жылы жүрек кең пейіл білетін жанға шын мейір, сөзім айда жан сүйер, Muhammedi Mustafa. Бірдей қарар аз көпке, қақпас жанды ешетке, Muhammedi Mustafa. Türlü atpен аталған, үздік шыққан қатардан Тәңірім сөзін жаталған Muhammedi Mustafa. Тойлаймыз туған ай күнін, таппаған хас бір мінін, тумаған адам бұл форум Muhammedi Mustafa. Мекке туған шәһәрі, үздік нұры ажары, кәпірге күшті хақары Muhammedi Mustafa. Барған жері Мәдине, Аллаху әғза әхлине, қабыры оның ішінде Muhammedi Mustafa. Әкесі оның Абдулла, анасы оның Әмина, тамаша болды туарда Muhammedi Mustafa. Аламға толды жарық нұр, тұп-тұнық дүние ғажап сыр Muhammedi Mustafa. Аламға келді маужырау, болғандай бір қалжырау, туғандай болды бір сұрау Muhammedi Mustafa. Жарқырап Мекке нұрланды, замзам қайнап буланды, шағылысып нұржанды Muhammedi Mustafa. Аламға толған надандық, келер бұзық жамандық, қоршаған сансыз арамдық Muhammedi Mustafa. Серпілім жердің бетінен, бірі қалмай шетінен, кетердей боп ретімен Muhammedi Mustafa. Тәрізденді әлемде тұрғандай қалпы әренге, кіргенде жерге түсөңі Muhammedi Mustafa. Кәпірдің сөніп оттары, мың жыл жаққан шоқтары, сулары ақпай тоқтады Muhammedi Mustafa.
Kurap koldың сулары, кәпірлер дал боп шулады, серпілмей бары улады Мұхаммади Мұстафа. Үрейі ұшты жындардың, құты қашып сұмдардың, байқады бір іс болғанын Мұхаммади Мұстафа. Көкке қалды шығудан, адамға уас-уас қылудан, азғырып алдап тұрудан Мұхаммади Мұстафа. Талай патша түс көрді, қорқып қауіп істерді, не тамаша іс болды Мұхаммади Мұстафа. Мый жетпес сыр болды, тіл сөйлеп жетпес жыр болды, бұл қиял емес шын болды Мұхаммади Мұстафа. Исадан 570 жыл, Раббиғул ауал айы біл Мұхаммади Мұстафа. 12-ші дүйсенбі туды нұрдан бір келге, жарқ етті дүние нұр болды Мұхаммади Мұстафа. عطر اللهم قمره الكريم بعرف شزيم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهول الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأهواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون وسقوه وشكوى. ولما تم من حمله على الراجع 9 شهر قمرية، وأنا للزمان أن يجعل عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من القتيرة القدسية، وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلاء سلام. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور.
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الحافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حفظك الصافي المبرد بردنا يوم النشور ما رأينا العيس حنت بالسراء إلا إليك والغمامة قد ضلت والملا صلوا عليك يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل الأثرات عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات وصلاة الله على أحمد عد تهرير السطور أحمد الحادي محمد صاحب الوجه المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Allahu tabarak taala осы оқылған мәулуді нәбилерімізді Алла дәргахында қабыл айласын. Еліміз, халқымыз, жұртымыз аман болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның мәуліттерінің нұры бүткіл елімізге, халқымызға дарысын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі мәуліттерге аман есен жетуіміз Алла барша халқымызға Алла нәсіп етсін. Бирахматика я архам. Рахмет, Алланың нұр жаусын дейміз. Бір кісі ылғида түсінде пайғамбарымызды көреді екен. Содан келіп әлгі кісіден сұрап жатыр дейді, сіз қалай пайғамбарыңызды түстіңізде көресіз десе, жатарда ылғида тұз алған балық жеп жат деп. Сөйтіп әлгі кісі балық жеп жатқаннан кейін түнімен шөлдеп, түсінде су көріпті ғой. Ертесіне барып әлгі кісіге айтып жатыр дейді, сіз пайғамбарды көресің деп едіңіз, түнімен шөлдеп су көріп шықтым деп. Сонда айтқан екен әлгі кісі, егерде пайғамбарды шын жақсы көрсең, пайғамбарға шөлдесең, түсіңе пайғамбар кірер еді. Сен балық жегеннен кейін суды көрдің деген екен. Шын мәнісінде пайғамбарымыздың үмметі болып, оған деген сағынышымызды, салауатымызды айтып отырайық. Бүгінгі мерекеге арнайы келіп отырған қазақ ән өнерінде өзіндік қолтаңбасы бар Сержанәлі Әлібек бауырымыз. Ассалаумағалейкум. Мәуліт мерекесі болсын баршаңызға.
бар айтса, келтіргім күдік келеме. Адамның қоры көзімен көрмей сенеме. 12 мүшең қайсысын сатып алып Аллахым берген аманат емей немене, аманат емей немене. Жаралғаныңа қуан, жаралғаныңа қуан ей пенде. Үйге де келген қонаққа бір күн қайту бар. Біздерді қалап, біздерді қонақ еттірген. Аллахқа шүкір, Аллахқа мадақ айтыңдар. Аллахқа шүкір айтыңдар. Сүйеді Аллах, бәріңді Аллах сүйеді. Сен де сүй оны, жұмақтан нұрын тиеді. Айтшы сен бауырым, қайтардың қандай сыйлықпен. Су ауа таулар Аллахтың берген сыйеді. Аллахтың берген сыйеді. Жаралғаныңа қуан, жаралғаныңа қуан ей пенде. Үйге де келген қонаққа бір күн қайту бар. Біздерді қалап, біздерді қонақ еттірген. Аллахқа шүкір, Аллахқа мадақ айтыңдар. Аллахқа шүкір айтыңдар. Сабындай қамшы өтеді өмір байқаңда. Уақыт бер Алла, жұмақтан бізге жайтаңдар. Мұны өмір қиын, абайла бауырым айналам. Адамдар менен жындардан болған шайтандар. Абайла бауырым байқаңда. Жаралғаныңа қуан, жаралғаныңа қуан ей пенде. Үйге де келген қонаққа бір күн қайту бар. Біздерді қалап, біздерді қонақ еттірген. Аллахқа шүкір, Аллахқа мадақ айтыңдар. Аллахқа шүкір айтыңдар. Шүкірлер болсын, сансыз мадақтар болсын. Мінекей кереметтей шашулар шашылып жатыр. Мына бейбітшіліктің
нышаны бейбітшіліктің осындай керемет белгісі деп өзім есептеймін. Мұсылман қылып жаратты бізді. Соған Аллаға шүкірлер болсын. Енді сіздердің құрметтеріңізге пайғамбар тілінде, Мұхаммед тілінде, араб тілінде Құран хақ деген әнді орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Мәуліт мүбәрәк اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين أبدا لا يعلوه كتاب أبدا لا يمحوه سراب أبدا لا يعلوه كتاب أبدا لا يمحوه سراب أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شبل الإيمان غرد يا شبل الإيمان غرد واستعب القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان قتلوا السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر قتلوا السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد يا شبل الإيمان غرد واستعب القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان فجرا عسرا تعشق روحك هذا الذكرى أتلو المصحف فجرا عسرا تعشق روحك هذا الذكرى تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان غرد يا شبل الإيمان غرد يا شبل الإيمان غرد واستعب القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين рахмет. Келесі тыңдайтын әндеріміз осы мұсылмандардың жалпы айтқанда гимніне айналған Жекен Омар ағамыздың әніне сөзіне жазылған Зікрулла әнін қабыл алыңыздар.
Assalamu aleykum ey musulman bavarım. Yerkin eski tüsereyip Habibimnin deveri. İslam dinin Allah etkin tek Allah'ın kudreti. Pekir şükür zikir etşi ey Muhammed ümmeti. Allah Allah Allahu Ekber. Allah Allah Allahu Ekber. Allah Allah Allahu Ekber. Allah Allah Allahu Ekber. Biz ananın kursağında bu dünyayı gördük biz. Bu dünyaya kelgenden soň şun dünyaga sendik biz. Ey bavarım berin kedi berin mene taqqanım. İlan gaysın imandaysın baylık bolgay tapqanım. Allah Allah Allahu Ekber. Allah Allah Allahu Ekber. Allah Allah Allahu Ekber. Allah Allah Allahu Ekber. Seni köngül kördü közü ber Allah'ın ahbarım. Göz aşılıp jumulganşa Kur'an-ı Kerim baqqanım. Allah başı bir sürenin sansız sanlı katbarım. Ağayat ben şayudamın yüreğimnin dağtarı. Allah Allah Allahu Ekber. 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 Ay бәрекелді Сержан Әлібек ұлдарыңыз. Қазығұрттың сауырынан әулиетаның бауырына Асылмұра өнер орталығы бір топ өнерпаздарды бастап келіп отыр. 1-0 сәке. Тансырып кеткенді жөн көріп отырмыз. Жасы үлкеннен бастайық. Балалар мен жас өспірімдерге арналған драма арт театрының директоры Самат Алтаев. Жасы үлкені. Сақалымен, сән беріп, мақалымен мән беріп жүрген Мәдхан Тәжиев. Мәуліт оққан азамат. Күміс көмей жезтаңдай аңсар Жорақұлов. Сержан Әлібек. Сағи Әлмұратов. Ұмсынай Базарбекова. Ер жігіттің тектісі, ер жігіттің епкісі, жарасып тұр өзіне американский қара кепкісі деп тұрмыз. Мырзабай бауырымызға қол қойыңыздар. Көргенде көңіл босаған, болғайда туыс дос аман, босаған аяқ киімнен босамасын босаған, жүздескенше шаттықта, қош аман қалқым, қош аман.